Таңғажайып хабар. Ресей қауіпсіздік кеңесі кеше хабар таратып, егер Қырымға шабуыл жасаған жағдайда Ресей атом қаруын қолдануға мәжбүр болады деді. Бұл хабардан екі нәрсені білуге болады. Біріншісі, Ресей үшін алғанда Қырым өте маңызды. Ал Қырымды бермеу ол Ресей үшін алғанда ең соңғы шегінер жол. Демек бұдан тағы бір нәрсені білуге болады. Донецк, Луганск, қазіргі Бахмут, бұл сияқты жерлер егер Украина алатын болса ала берсін деп Ресей шарасыздан өзінің жеңілісін осы Луганск, Донецк, Бахмутта мойындап отырған тәрізді. Ал енді Қырым Ресейдің қызыл сызығы көрінеді. Ресей Қырымнан айырылғанша өле қалайын деп, атом қолданамын деп, жаңа мәлімдеме таратып отырғаны содан деп ойлауға болатын көрінеді. Қырымды алғанына да 9 жыл болды. Қазақ айтатын Қырымның 40 батыры дейтін сериал дастандар легі бар. Бұл қазақтың батырлық жыр дастандары әлемде нөмір бірінші ең бай, ең мол, ең көп жыр дастандарға жатады. Қазақтың батырлық жыр дастандарының көптігінің бір белгісі Қырымның 40 батыры дейтін. Себебі қазақ хандығы кезінде Ресей Қырымға шабуыл жасаған кезде қазақ хандығының Қырымды қорғауға атсалысқаны содан шығады. Тіпті қазақтың ұлы жүздерінің ішінде Қырымкерей деген батыр бары да белгілі. Ал Қырымкерей деген батырмен бірге сол Қырымкерей дейтін бір кіші атаның балалары да бар екені белгілі. Ал қазақта тіпті мақал бар. Ырымың Қырымға кетсін дейді. Қырым қазақ үшін алғанда өте алыс. Жердің түбі деген сияқтыны білдіреді. Бұл жаңағы Ырымы Қырымға кетіпті деген сияқты. Ой, Қырымға кетіпті. Қырым деп қыр асты деген сияқты сөздердің барлығы бұл қазақтардың ежелінде қазақ хандығы кезінде осы Қырыммен бір қатысы болғандығының сансыз көп дәлелдерінің біреусі. Енді осы Қырым, айтсаң енді жаның ашиды. Бұл анығында орыстікі де емес, украиндікі де емес еді. Бұлар кәдімгі өзімізбен тектес аталас халықтың жері болады. Қырым татарлары деген. Анығында олардың татармен қатысы жоқ. Олардың жақындығы бізге өте жақын еді. Бірақ сол бейшара халық қырыла, міне бұл Қырымға қазір Украина мен орыс таласып отыр. Ешкім Қырым татарлары туралы әңгімеде айтқан жоқ. Құдай ондай қасіреттен сақтасын. Енді қызық. Орыстың соңғы шегінер сызығы сол Қырым болатын болып тұр. Бұдан ілгеріде орыстың есер соқтары Ресей жоқ жер шарының керегіне, Ресей жоқ жер шарын атоммен жарып жіберу керек дейтін неше түрлі құтырық, есер соқ, сондай бір жауапкерсіз шовинистік, имперлік пиғылдағы сөздерін таратқандығын барлығымыз білеміз. Енді анығында Ресей өзінің көрінің аузында жанталасып жатқандығын осы Қырым туралы мәлімдемесінен ақ білдіріп отыр. Баршамызға сол орыстың ойран болғанын, орыстың 30-ға, Қытайдың 40-қа жүктеліп, шаңырағы шайқалып, күлі көкке ұшқан күнін көруді несіп қылсын. Аман сау болыңыздар.